Баршаңызға сәлем. Бүгін 2 сынып қазақ тілі 71 сабақ. Егер видео ұнаса соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Сөз құрамы түбір және қосымша. Біз бұл тақырыптан түбір мен қосымшаны ажырата аламыз. Және де тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжай алатын боламыз. 27-ші жаттығу. Суреттерге қара. Суретте палуан, палуандар, шаңғы, шаңғышы берілген. Түбір мен қосымшаның өзгешелігін тауып көр. Түбір сөздерде мағына бар ма, қосымшада ше? Содан өзің қорытынды жаса. Өз қорытындыңды төмендегі мәліметпен салыстыр. Түбір сөздің негізгі мағыналы бөлігі, ал қосымша түбірге жалғанады. Өзі жеке тұрғанда мағына бермейді. Енді бізге берілген ережеге тоқтала кетсек. Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін түбір немесе түбір сөз дейді. Мысалы, дәптер, жыл, спорт, палуан. Сөздің түбірге жалғанған бөлігін қосымша дейді. Мысалы, дәптері, жылдар, спортшы, палуандар. Келесі 28-ші жаттығу. Тақырыбы бойынша мәтіннің не туралы екенін болжа. Мәтінді тыңда. Шаңғы жарысында. Ертең жарыс болады. Келесі күні жарысқа қатысатындарды сапқа тұрғызған мұғалім, бүгінгі жарыста сендерден жаңа рекорд күтеміз деді. Жарыс басталды. Тәуке бірден алға түсті. Бірақ орта жолда Ержан Тәукені қуып жетіп қалды. Тәуке де алға ентелеп таяқты ышқына сілтейді. Бірақ Ержан сонда да қалысатын емес. Тәукенің қасынан зу етіп өте шықты. Ол алдағы тау жотасының ортан беліне жетті. Ары қарай тырмысып өрлей бастады. Бұл кезде Тәуке де тау жотасына іліккен еді. Бірақ өзінің әлсіреп қалғанын енді айқын сезді. Көз алдына рекорд деп шулаған балалар елестейді. Мәтінде не туралы айтылған? Мәтінде шаңғы жарысы туралы айтылған. Мәтінді өзің ары қарай жалғастыр. Тәукенің бұдан кейінгі әрекеті қандай болды деп ойлайсың? Мәтіндегі қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Сол сөздерді көшіріп жаз. Жарыс қа. Түбірі жарыс, қа қосымша. Тәукені түбірі тәуке, ні қосымша. Тәуке түбір, нің қосымша. Осыларды дәптерге қатесіз әдемі етіп жазып аламыз. Келесі 29-ші жаттығу. Өлеңді жатқа жаз. Зуылдайды зырқарап, маңдайдан тер бұрқырап, шаңғым масар шаршамай, бір қыраттан бір қырат. Өлеңдегі қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Мұнда қарамен жазылған сөздер маңдайдан, шаңғым, қыраттан. Маңдайдан деген сөздің түбірі маңдай, дан қосымша. Шаңғым деген сөзде түбірі шаңғы, мы қосымша. Қыраттан деген сөздің түбірі қырат, тан қосымша. Осылай дәптерге әдемілеп жазып аламыз. Келесі 30-ші жаттығу. Тәжірибе жаса. Орманшы сөзінің негізгі бөлігін қағазбен жап.
жабылмай қалған бөлігін оқып көр. Қалай ойлайсың, бұл бөліктің жеке тұрғанда мағынасы бола ма? Зерттеу барысында сөздің түбірі болатынына, ол сөз мағынасын сақтап тұратынына көзіңді жеткіздің. Қосымшаның жеке тұрғанда мағына бермейтінін білдің. Сөз орманшы, түбірі орман, қосымшасы шы. Тәжірибенің қорытындысы: орман жеке тұрғанда мағынасы бар сөз, ал шы жеке тұрғанда мағына бермейді. Демек түбір сөз мағынасын сақтайды, ал қосымша жеке тұрғанда мағына бермейді. Келесі бізге берілген ережені мұқият оқып жаттап аламыз. Қосымша жеке тұрғанда ешбір мағына бере алмайды. Келесі шығармашылық үзіліс. 31-ші жаттығу. Хабарландыруды оқы. Хабарландыру. Құрметті оқушылар, ертең 14 ақпан күні сағат 15:00-де мектептің акт залында қуыршақ театрының қойылымы болады. Кіру тегін. Сұрақтарға жауап бер. Хабарландыру кімге арналған? Мектеп оқушыларына. Хабарландыруда не туралы жазылған? Хабарландыруда қуыршақ театрының қойылымы болатыны туралы жазылған. Үшінші, қойылымның уақыты, орны нақты көрсетілген бе? Үшінші, иә, нақты көрсетілген. Төртінші, хабарландыруды жазған кім? Хабарландыруды мектеп әкімшілігі жазған. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Егер де видео ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз.